Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Сен бүгін санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер шығаратын боласың. Енді бірінші тапсырма. 4 бірдей жолақ дайында. Жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөл. Бөлшектерді өсу ретімен жаз. Мына жерде көрініп тұрғандай, бірінші жасыл жолағымыз 2-ге бөлінген, қызыл жолағымыз 3-ге бөлінген, сары жолағымыз 4-ге бөлінген, көк жолағымыз 6-ға бөлінген. Осылай етіп жазамыз. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Саябаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3/1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет? Бұл жерде барлығы 9 және осы 9-дың 3/1 отырғызылған. Яғни бұл жерде 9-ды 3/1-ге бөлеміз. Тапсырмасы. Саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3/1 бөлігі терек. Қанша терек отырғызылды? Бұл жерде де барлығы 27 және 3/1 терек. Яғни 27-ні 3/1-ге бөлеміз. Келесі бетте асы және тапсырмалары толық көрсетілген. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Үшінші тапсырма. 20-ның 4/1 бөлігі. Яғни 20-ны 4-ге бөлеміз. 27-ның 3/1 бөлігі. 27-ні 3-ге бөлеміз. 18-дің 2/1 бөлігі. 18-ді 2-ге бөлеміз. 36-ның 4/1 бөлігі. 36-ны 4-ге бөлеміз. Енді екіншісі 6. Бұл қай санның 3/1 бөлігі? Бұл жерде 6-ны 3-ге көбейтеміз. 7. Бұл қай санның ширегі? Табамыз өзіміз. 9. Бұл қай санның жартысы? Өзіміз табамыз. 5. Бұл қай санның 3/1 бөлігі? Бұны да өзіміз табамыз. Оңай тапсырма балалар, қиын емес. Мына жерде толық нұсқасы көрсетілген. Төртінші тапсырма. 45-тің 5/1 бөлігі. Яғни 45-ті 5-ге бөлеміз. 48-дің 6/1 бөлігі. 48-ді 6-ға бөлеміз. 10 сантиметр. Бұл қай санның жартысы? 10-ды 2-ге көбейтеміз. 20-ның жартысы 10. 3 сантиметр. Бұл қай санның ширегі? 3-ді 2-ге көбейтеміз. Және 6-ның жартысы 3. Есептерді шығар. Кітапханада 54 кітап жөндеуді қажет етеді. Кітаптардың 6/1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді? Яғни 54-ті 6/1-ге бөлеміз. Сенбілікке 20 оқушы келді. Олардың жартысы 3-ші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушысы келді? Жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4/1 бөлігі. Енді неше көшет отырғызу қажет? Тапсырмасы. Сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 3/1 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар? Келесі бетте барлық тапсырманың толық нұсқасы түсінікті жазылған, түсінікті көрсетілген. Соны дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Сау болыңыздар балалар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.